Қайырлы күн, сіздермен 5 сынып математика номері 1308 есепті қарастырамыз. Тік бұрышты параллелепипедтің барлық қырларының қосындысы дейді. Яғни бізге периметр туралы айтып жатыр мұнда. Барлық қырларының қосындысы дейді. Яғни периметр бізде оның периметрі бізде 4, 5, А бізде жазайық. Яғни периметрін табуым керек параллелепипедтің. А тең бізде 13 сантиметр, Б тең бізде 8 сантиметр, С тең бізде 6 сантиметр екен. Параллелепипедтің бізде периметрін табу үшін, яғни ол бізде 4, А қосылған Б қосылған С екен бізде. Біз бұлде кубтың қырларының қосындысымен тең дейді, яғни П куб. Яғни бізде П параллелепипедтің периметрімен яғни кубтың периметрі тең деп айтып жатыр. Әрі қарай біз енді параллелепипедтің периметрін табайық. 4 еселеймін, бізде 13, қосамын 8, қосамын 6-ны. Бұл бізде мұнау 4, көбейту қосындысы 27. Бұл бізде 108 сантиметрге тең екен. Әрі қарай жаңа біз айттық, параллелепипед пен кубтың периметрлері тең деп. Сонда бізде кубтың 12 жағы бар, яғни 12А бізде белгісіз. Қабырғасын тауып алу үшін мына параллелепипедтің периметріне теңестірем. Сонда А тең болады екен 108-ді бөлемін 12-ге. Бізде сонда бір қабырғасы 9 сантиметрге тең екен. Бізге В көлем кубтікін тауып жатыр. В куб деген мынау куб, мен оны 3 еселеймін. Яғни кубты табу үшін бізде А куб еді. Сонда 9-ның кубы. Бұл менде 9 көбейту 9. Сонда бұл бізде 729 сантиметр куб. Сантиметр куб болады екен. Әрі қарай бізде 1309 есеп. Мұнда бізде фигуралардың қайсы кубтың жазбасы болады дейді. Бізде номер 2 мен номер 4 кубтың жазбасы бола алады екен. Бізде мұнда есепте тік бұрышты параллелепипедтің барлық қырларының қосындысы 112 дейді. 112-ге теңестірдім. А қосылған С деп неліктен алдым? Оның ұзындығы мен биіктігі дейді. Ұзындығы мен биіктігінің қосындысы 19 жазып алдым. Сонан соң биіктігі мен ені дейді. В мен С-ның қосындысы 13. Сонда менде 4 қосылған, мұнда А қосылған, Б қосылған, С жалпы 112-ге тең ғой. Сонда А қосылған, Б қосылған, С оның жалпы қосындысы тең 112-ге еді. Сонда А қосылған, Б қосылған, С тең 112-ні 4-ке бөліп 28-ді алдық. Міне мұнда белде беріліп қойған еді. В қосылған С-мыз 13-ке тең еді. Сол арқылы А-ны таптым және В-ны қойып, А мен С-ның қосындысы 19 еді. Соны орнына қою арқылы 28-ге теңестіріп, одан 19 тауып арқылы В-ны таптық және сонан соң С-ны тауып алдық. Әрі қарай бізде егер жазбаны ойша бүктеп куб құрастырсақ, жазбадағы Д, Е, К, Л нүктелері қай нүктемен беттеседі дейді. Бізде бірінші Д нүктесі мен Б нүктесі беттеседі. Екінші бізде К нүктесі мен Е нүктесі беттеседі. Үшінші бізде Л нүктесі мен П нүктесі беттеседі. Сонан соң төртінші Е нүктесі мен және К нүктесі беттеседі. Бесінші бізде К және М нүктесі. Алтыншы бізде Е және М нүктесі беттеседі. Және келесі жетіншісі бізде ол Л мен О нүктесі беттеседі екен. Ал Д, Е мен
bm кубтың ол кубтың қырын құрайды. Қыры кубтың